Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізден осылай қамырға қайнататын етімізді алдын ала осылай табаққа бөліп аламыз. Қазымыздың екі жағын осылай ине жіппен тігіп аламыз, өйткені қайнағанда етіміз бөлініп кетуі мүмкін. Қарта, қарын және жілік етімізді осылай бөліп алатын боламыз. Барлығын жақсылап жуып алып, ыдысымызға су құйып, газымызды қосып, осылай суымызға етімізді салатын боламыз. Бұл жерде суымызға етіміз батып тұруы қажет. Қатты қайнағанша отымызды қаттырақ қойып, қайнағаннан кейін отымызды пәсейтетін боламыз. Жай отта, баяу отта 3-4 сағат қайнау қажет. Осылай 2 ас қасық тұз салатын боламын. Кейін қайнағаннан кейін дәмін көріп, дәміне қарай тұз салатын боламын. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Салқын суға осылай 2 ас қасық тұз салдым. Мен дәміне қарай көресіздер. 3 жұмыртқа салатын боламын, өйткені бұл жерде үлкен зуалар жаятын боламын. Үлкен зуала қамыр илейтін боламын. Осылай ұнымызды електен өткізіп, бөліп салып, қамырымызды илеп аламыз. Барлығын мен көз мөлшерде жасадым. Өйткені қамырымыз қатты емес, жұмсақ емес, орташа болуы қажет. Қаттылау қылып істесеңіздер де болады. Өйткені бешбармақтың қамыры қаттылау болған өте дұрыс. Осылай бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямын. Жарты сағаттан кейін алып, ұрпағымызды сеуіп, осы қамырымызды 3 зуалаға бөліп аламын. Барлығын осылай дөңгелек зуала етіп, дайындап, бетін жауып, бір зуаласын шетінен алып жаятын боламын. Астына ұрпақ сеуіп, осылай қолдың көмегімен жайып алу қажет. Бірінші саусақтардың көмегімен, соғанда байланысты қамырымыздың қалай шығуы. Бұл толық рецепті менің бөлек видеомда бар. Қамырдың қалай дұрыстап жайылуы, езілмейтін, сынбайтын және жыртылмайтын қамырдың қалай шығару керек. Толық рецепті менің бөлек қамыр жаю видеомдан көрсеңіздер болады. Осылай оқтауымыздың көмегімен ұрпақ сеуіп, айналдыра жайып алатын боламыз. Қарап отырғандарыңыздай, тек оқтаудың 2 шетін ғана басып отырып жаямыз. Міне қамырымыз дайын. Қараңыздар, 2 бетін бірін-біріне тестіріп осылай оқтаудың көмегімен шет-шеттерін осылай басып алатын боламын. Қамырдың сынып кетпеуі, жыртылмауы осыған да байланысты. Қараңыздар, қалай неғсаңыздар да, мыжғыласаңыздар да, қолмен көтерсеңіздер де жыртылмайтын қамыр. Осылай бірінші бөліктерге бөліп аламыз қамырымызды. Сөйтіп дайындап қоямыз, бетін жауып. Ендігі кезекте пияз, сорпа дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Қайнап тұрған етіміздің бетіндегі, сорпасының бетіндегі майын осы пиязымызға құятын боламыз. Қараңыздар, өте баяу отта бұрқылдап, әдемі болып пісіп жатыр. Бірінші кезекте осылай сүзекімен 2-3 рет көбігін тазартып аламыз. Етіміз толықтай жақсы піссін десек, баяу отта 3-4 сағат қайнататын боламыз. Егер асты қатты қайнап жатқан болса, ол кезде етіміз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін баяу отта 3-4 сағат қайнаса, өте жұмсақ болып піседі. Осылай барлығын жақсылап сүзіп, көбігін сүзіп, жақсылап тазартып аламыз. Өйткені көбігі қамырға араласып, кетуі әбден мүмкін.
Енді бетіндегі майын пияз сорпамызға Енді құятын пияз боламыз. сорпамызға бетіндегі майын пиязымызға құйып аламыз. Сөйтіп пиязымызды, Осылай бетіндегі тек сорпамызды майын ғана құятын қайнататын боламыз. Ол пиязымызды да баяу отта Қараңыздар, май жақсы шыққан. Тек осылай бетіндегі майын ғана пиязымыз сүзіп аламыз. жұмсарғанша қайнатып аламыз. Ол пияз сорпамызды да баяу отқа қайнататын боламыз. Осы бешбармақтың қамырының дәмі де осы пияз Қамырымыздың дәмін сорпамыздың майына өте да әдемі байланысты қылып болады. келтіреді. Сондықтан майын суын араластырмай, осылай бетіндегі майын бір шетіне жинап алып, осылай құйып алғандарыңыз дұрыс. Барлық майын толықтай сүзіп алдық. Енді пиязымызды қайнатып, етімізді де әлде де жарты сағатқа қайнататын боламыз. Пияз сорпамыз дайын. Осыны енді баяу отта 10-15 минут қайнататын боламыз. Осылай бетін жауып жарты сағат Ал қайнатамыз. етімізді бетін жауып, тағы да қамыр салғанша қайнататын боламыз. Егер де осындай тағы май шығып жатса, бетіне құйып отырсаңыздар болады. Пияз сорпамыздың. Міне өте көп мөлшерде пияз сорпамызды дайын болды. Ендігі кезекте етіміз пісті. Ендігі кезекте осы еттерімізді барлығын осындай сүзекінің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Қарап отырсаңыздар, сорпамызда әлі майы бар. Ол майы тұруы қажет соның ішінде. Өйткені қамыр саған кезде де қамырымыз майланып әдемі болып шығады, тал-тал болып. Сол үшін оның барлық майын алудың қажеті жоқ. Енді осы сорпамызды қайнатып, қамырымызды салып аламыз. Сорпамыз қайнады. Енді қамырымызды салып аламыз. Осылай салып жатқан кезде арнайы шөмішімізбен астын қозғап отырамыз. Қамырымыз астына түсіп, астында барлығы бірігіп қалмауы қажет. Дәл осылай қозғап тұрамыз. Енді бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Осылай қайнаған кезде де астынан бастап қозғап бір араластырып аламыз. Бетін жауып 2-3 минут немесе 5 минутқа дейін қамырдың піскенше қайнатып аламыз тағы да сорпамызды. Легенімнің астын пияз сорпадан майынан құйып кішкене майлап аламын. Сол кезде қамырымыздың асты да бір тегіс майланып тұрады. Қамырымызды піскен-піспеген осылай алып көрсек те болады. Егер піспеген жағдайда бетін жауып тағы 1-2 минут қайнатасыздар. Міне қамырымыз дайын. Енді барлығын сүзіп, осылай легенімізге салып алатын боламыз.
өте тал-тал болып түсіп жатыр, көрініп тұр көрінісінен. Ешқандай езілген жоқ қамырымыз. Осы қамырдың қыр-сыры менің бөлек видеомда көрсеңіздер болады. Осылай қамырымыздың бәрін алдық. Енді дайын тұрған пияз сорпамызбен майымызды алып майлайтын боламыз қамырымызды. Пиязын араластыра отырып қиямыз. Осылай аста-үстін барлығын қозғап қиямыз. Барлық жеріне майы бару қажет. Енді еттерімізді бірнеше бөлікке бөліп, бірінші қара кесек етімізді астына салып, бетіне қарын салып, оның бетіне қарта салып, оның бетіне қазы салатын боламыз. Егер құйрық майларыңыз болса, оны ең жоғарғы бетіне салу қажет. Қарталарымызды салып жатырмыз. Бұл бешбармақтың да еттерінің салуының қыр-сыры бар. Дәл осылай салу қажет. Міне қамырымыз, бешбармағымыз, қазақтың сүйікті ұлттық тағамы дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Дәл осылай бешбармақ дайындап көрсеңіздер болады. Менің каналыма комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Нағыз қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ осындай болуға қажет.